Біз ерте балалық кезде қараған мультфильмдерді есейгеннен кейін қарасақ, кейбір әзілдердің мағынасын енді түсініп жатамыз. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сендерге біз балалық шақта түсінбеген мультфильмдегі сұмдық сәттерді көрсететін боламын. Ал кеттік. Шрек мультфильмінде билікті өз қолына алғысы келген лорд Фаркуат деген патша қоғамның сыңына алынған. Ол төсекте ішімдік ішіп жатып, Фиона ханшайымның суретіне қарап жатқанда оның көрпесі тербелгенін көруге болады. Соны көрген патша ұялып көрпені түзете бастаған. Пингвиндар туралы мультфильмінде екі пингвин қар үстінде аунап жатқанда жыныстық қатынастағы қалыптардың барлығын көрсеткен. Осы эпизодта үлкен адамдар бүкпеменді көрер, бірақ кішкентай балалар қолапайсыз пингвиндар аунап жатқанын көріп шаттанады. Русалочка мультфильмінде екі адам үйленіп жатқан еді. Алайда дін қызметшісі ханшайымды көріп қызыққаны соншалықты оның шалбардың ішіндегі заты торып кеткен. Дисней компаниясы дәлелдемелерді жоққа шығарып, шалбар солай бейнеленгенін айтты. Русалочка мультфильміндегі ең қызығы оның постерінде. Арттағы мұнараның бір жері неге ұқсайтынын қарай көріңіздер. Бұл негізінде де ер адамның мүшесі және байқаусыздан салынған зат емес. Осы суретті бекіткенге дейін Дисней аниматорлардың бірін жұмыстан шығарған, ал аниматор болсашы жазасын аламын деп мұнараны осылай салып кеткен. Мультфильмде балағат сөздерді қолдануға болмайтынын бәріне айдай анық, бірақ кейбір сәттерде наразылықты анық білдіру керек қой. Мадагаскар мультфильмінің шығарушылары осы сұрақты керемет етіп шешкен. Алекс деген арыстанның қарны ашқаны соншалықты, ода галлюцинация басталып, оның досы Марти дәмді болып көрінеді. Содан соң ашыққан Алекс Мартині жеу мақсатында артынан қуып бара жатқан сәтте мағынасыз 4 сөзді қатарынан айтады. Ал сөздердің біріншісі әріптерін оқысақ, нағыз балағат сөз шығады. 1977 жылғы құтқарушылар деген мультфильмде сұмдық көріністер табу қиын. Алайда екі тышқан ұшып бара жатқан сәтте артқы көріністе толығымен жалаңаш қыз пайда болды. Сұмдық және екі мағынасы бар әзілдер Спанч Боб мультфильмінде үнемі болып тұрады. Мысалы, ауа шарын үріп жатқанда шар мүше қапқа ұқсап кетеді. Немесе Спанч Боб каналмен қателесіп, үлкендерге арналған каналға тап болып қалады. Холодное сердце мультфильмінде Анна ханшайымы бір жігітке тұрмысқа шығайын деп жатыр. Аннаның досы Кристоф ол тұрмысқа шығайын деп жатқан жігітін қаншалықты жақсы білетінін көру мақсатында жігіті туралы сұрақтар қоя бастайды. Мысалы, жігітінің көздері қандай түсті, оның досының аты қалай, және оның аяғының өлшемі қандай. Ал Анна аяқтың өлшемі маңызды емес деп жауап берген. Аладдин мультфильмінде басты кейіпкер Джин Жасминге үйленеді. Той болып жатқанда той сарайына шабуыл жасанады. Жер сілкінеді, ал Джин шербет айына дейін жер сілкініп жыртылатынын күтпеген едім деп айтады. Кішкентай балалар Джиннің сөзін түсінбесе, үлкен адамдар оның әзіліне күліп қояды. Әзірге осы достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, маған қолдау көрсетіп, лайк басып, комментария жазуды сұраймын. Болды, қош болыңыздар.